Сәлем балалар, бүгін бізде ана тілі 1-ші сынып 7-ші сабақ. Тақырыбымыз дауысты және дауыссыз дыбыстар. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды біз алдыңғы сабақта өттік. Ал енді қайталайық. Дауысты және дауыссыз дыбыстар олардың түрлері. Яғни балалар тіл дыбыстары дауысты және дауыссыз дыбыстар болып екіге бөлінеді. Олардың яғни дауыстылар созылып айтылады және буын құрайды. Ал дауыссыз дыбыстар олар созылып айтылмайды және де балалар буын құрамайды. Осыны ережені мұқият есімізде сақтаймыз. Дауысты созылып айтылады, буын құрайды. Дауыссыз дыбыстар созылып айтылмайды, буын құрамайды. Ал енді балалар бірінші жаттығуға назар аударайық. Бірінші жаттығуда мәтінді мәнерлеп оқы. Тақырыбы қыс, өзенді, көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып, бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады, жылы киім киеді. Авторы Міржақып Дулатов. Яғни балалар, осы мәтінге байланысты сіздерге сұрақтар қойылған, соған бірге жауап берейік. Бапсыз, яғни жайсыз, қолайсыз деген мағынаны білдіреді. Қыста, орманда, өзен, көлде қандай өзгеріс болады? Оның себебі неде деп ойлайсың? Яғни балалар, қыста өзен, көлде мұз қатады, қалың қардан шөптер көрінбейді. Орманда мүлгіген тыныштық, құстар да көрінбейді. Оның себебі күннің суығынан деп ойлаймын. Екінші сұрақ, басқа аңдар туралы не білесің? Қояндар мен бұғылар қысқа азық дайындамайды. Сондықтан да қоян ағаштарды кеміріп қорек етеді. Ал бұғы болса, ағаштың кішкентай бұтақтарын жейді. Яғни балалар, біз екі сұраққа да жауап бердік. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, яғни екінші жаттығуда көп нүктенің орнына не деп берілген? Тақырыбымыз көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жаз. Яғни бірінші сөз өзен, күндіз, қысты күні киім. Сөздердегі дыбыстардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін айт. Өзен сөзінде ө және е дыбыстары, яғни дауысты дыбыстар, ал з және н дауыссыз дыбыстар. Күндіз сөзінде ү және дауысты дыбыстар, ал к, н, д және з дауыссыз дыбыстар. Балалар, мен сендерге түсінікті болу үшін дауысты дыбыстарды қызыл түспен, яғни, ал дауыссыз дыбыстарды көк түспен белгілеп қойдым. Осы арқылы сіздер дауыстыны қызыл екенін, яғни дауыссыздың көк түсті әріптер екенін біле аласыңдар. Ал енді балалар, соңғы жаттығуға назар аударайық. Үшінші жаттығуда сурет бойынша сөз жұмбақты шеш деген тапсырма берілген екен. Яғни балалар 1, 2, 3 деп белгіленіп тұр суретте. Бірінші суретте бұл қоян,
бірінші бағанға қоян деп жазамыз. Екінші суретте шыршаның суреті тұр. Шырша деп жазамыз. Үшінші суретте балалар сауысқан, яғни үшінші бағанға бос тұр көздерінің ішіне сауысқан деп жазамыз. Сонда балалар 1, 2, 3-ті жазған кезде бізде яғни балалар бізде тігінен оқыған кезде қыз деген сөз шықты. Сөз жұмбақтың жауабы қыз сөзі. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.